Ал қадірменді ағайын, жаңа сіздермен Фатиха сүресін басынан аяқ оқып шықтық. Енді сіздермен Фатиха сүресін осы аяттарын жеке-жеке талдаймыз. Яғни тәжвид ережелеріне сай. Аузу деген кезде аудан кейін мәд бар, яғни екіге созамыз. Аузу биллахи. Биллахи деген кезде біз лавзатулла деген тақырыпты өткен болатынбыз, тәжвидте. Яғни лавзатулла, Алла тағаланың, Алла деген сөздің ортасындағы ләм әрпінің жуан жіңішке оқылуы. Біз айтқан болатынбыз, егер Алла сөзінің осы ләмнің алдындағы әріп кәсірәлі болатын болса, онда ләм жіңішке оқылады деп. Мына жерде неге фатха ғой, мына тік болып кеткен. Ал егер фатха немесе дамма болатын болса, алдындағы әріптің харакаты, онда ләм жуан оқылады деп айтқан болатынбыз. Мына жерде кәсіра келгендіктен жіңішке оқылады. Биллахи. Одан кейін мына жерде біз әл артиклі деген тақырыпты өттік, Әл артиклі, яғни шәмсия қамари әріптермен тығыз байланысты. Әл артиклінен кейін шәмсия әріптер келетін болса, ләмнің мінекей мына жерде де келіп тұр. Ләм оқылмайды дедік. Әл артиклінің ләм оқылмайды. Одан кейін оның алдындағы уасыл әлифі, ол сөздің ортасында келген кезде, мына жерде де міне екі сөздің ортасында келіп тұр. Би әрпімен Алла сөзінің ортасында келгендіктен, ол да уасыл хамзасын айналады дағы, мінекей мынандай оқылмай кетеді деп айтқан болады. Мына жерде тек белгісі ғана қойылмаған. Демек, бұл жерде бірден биллахи сөзіне түсесіз тұр, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бұл жерде де тура солай, минаш шайтани. Шин әрпі, шәмси әрпі болғандықтан, әл артиклінің ләмі оқылмайды. Мына уасыл хамзасын айналып кетіп, бұл да оқылмайды. Енді мына жерде бұл ережелер өте көп келеді, сол себепті бұны қайталай бермес үшін мен мына бір мәселені айта кетейін. Құранда жалпы, егер шәмсия әрпіне бірден түсуіңіз керек болса, ләмді ләмнің оқылмайтын тұсында сізге міндетті де шәддамен сол шәмсия әрпінің үстінде шәдда қойып көрсетіп қояды. Міне көрдіңіз ғой. Ал егер ләмі оқылатын жағдайда, қамари әрпі келсе одан кейін, онда ләмнің үстіне сукун қойып көрсетіп қояды. Яғни сіз ереже тұрғысынан бұны білесіз, бұған дейін өткен болатынбыз, және бұл Құранда практикалық тұрғыдан сізге былай көрсетіп қойған, көрдіңіз ғой. Яғни мына жерде мінекей шәмси әрпі ра болған, шәмси әрпі болғандықтан ләм оқылмайды. Демек сізге ар-рахманир рахим деп бірден шәдданы көрсетіп тұр. Мінекей осы мәселеге қарап сіздер оның оқылатынын, оқылмайтынын практикалық тұрғыдан оп-оңай біле аласыздар. Егер сукун тұратын болса ләмнің үстінде, демек ол одан кейінгі әріп қамари әрпі ләм оқылады. Түсінікті ғой, енді бұны біз қайталай бермейміз, өйткені бұл өте көп кездеседі. Сол себепті осылай жеңіл түрін түсініп алыңыздар. Енді келесте басқа ережелерге тоқталып отырамыз. Кеттік онда. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Енді мына жерде раджим деп тоқтаған кезде біз мәдді арт деген ережені өткен болатынбыз. Мәд арт ережесінде ол кезде қандай еді? Ол тоқтаған кезде пайда болатын сукун. Яғни біз мына жерде раджим деп, егер мына сөзбен келесі аятпен жалғамай раджим деп аяттың соңында тоқтайтын болсақ, онда бұл аяттың соңындағы әріптің харакаты сукунға айналып кетеді. Мінекей бұны біз мәд арт дейміз, Ал егер тоқтамайтын болсақ, онда жойылмайтын сукун. Яғни пайда болмайтын сукун. Кешіріңіздер, пайда болмайды. Яғни ешқандай сукун жасамаймыз, егер келесі аятпен жалғастырып кететін болсақ. Мысалға, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим деп мына аятты келесі аятпен жалғасақ, онда харакатын оқып кетеміз. Жалғамаған жағдайда онда сукун қыламыз. Сукун қылып оқылғаннан кейін бұл мәдді артқа айналады. Ал мәдді артты біз айттық 2-ге, 4-ге және 6-ға созуға болады деп. Мына келесі осы Фатиха сүресіндегі аяттардың бәрі тура солай аяқталады. Және біз осы бірінші видеомызда айтып кеттік, егер бірінші мәдді артты сіз қаншаға созып тоқтайсыз, жалпы бір аят, бір сүрені бастаған кезде, сол сүренің соңына дейін тура солай созып аяқтайсыз, яғни бәрі бірдей болу керек. Жақсы ма? Енді кеттік ары қарай. Бисмиллахир рахманир рахим. Яғни бұл жерде бізге таңсық ереже, мына жерде мінекей тағы бір ереже, жаңа ол мәд, Біз мәдді табиғиде өткен кезде айтқанбыз. Мәдді табиғи мына түрде келеді. Яғни бір әріптің алдындағы харакаттан кейін соған сай бір әріп келсе, оны 2-ге созамыз. Яғни оның алдындағы әріптің харакатын 2-ге созамыз сол әріппен бірге. Енді мынандай да күйінде келеді, яғни бір әріп келеді, оның үстінде харакат тұрады, фатха
Және одан кейін мынандай белгі келген кезде оны фатхасын әғып екке созамыз. Яғни бұл да табиғи мәд болып есептеледі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яғни бұл да түсінікті деп ойлаймын. Енді кеттік ары қарай. Алхамдулиллахи раббил аламин. Жаңа отырған ережелердің барлығы бар. Енді бұл жерде біз мына мәселеге тоқталып кетеміз. Біз айтқан болатынбыз, уасыл хамзасының үстінде мынандай белгісі оқылмайды деп. Бірақ мына нәрсені ескеріңіздер, уасыл хамзасы егер сөздің ортасында келетін болса, онда оқылмайды. Яғни сөздің ортасында осындай белгімен келетін болса оқылмайды. Ал егер сөздің басында келетін болса, және де сол енді бұл әлиф қой, мына үстіндегі уасыл хамзасының белгісі. Және де осы сөздің басында келіп, мынандай хамза белгісі, және де астында кәсіра немесе үстінде дамма белгісі келмеген жағдайда, ешқандай белгі келмей, тек өзі ғана келсе, онда ол ә болып оқылады. Сол себепті сіз бұл жерде Алхамдулиллахи раббил аламин деп оқисыз. Бұл жерде де тура солай. Ар-рахманир-рахим. Мінекей, шәмси әрпіне түстіңіздер. Мәд бар, және де мына жерде де шәмси әрпі, уасыл хамзасы оқылған жоқ, және де мәд артқып тоқтадыңыздар. Малики яумиддин. Табиғи мәд бар, мәдді арт. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Мына жерде де тура солай. Енді ияны шаддамен оқып, одан кейін мәд жасайсыздар. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Одан кейін ихдина сиротал мустақим. Тура біз өткен ережелер, мінекей мәд арт бар. Шәмсия қамар әрпі тұр, мына жерде ләмін оқыдық, сукун қылып, уасыл хамзасы оқылған жоқ. Мына жерде мәд табиғи тұр, және де уасыл хамзасы оқылмайды, бірден шәмси әрпіне түстік. Енді мына жерде мына мәселені де ескеріңіздер. Енді мына жерде қарасаңыздар, жаңа мына жерде әғып оқыдық, енді мына жерде иғып оқыдық, ихдина. Яғни етістіктерде, бұл етістік болып есептеледі арабта, араб тілінде. Енді мынандай мәселе, егер уасыл хамзасы келсе, алиф келсе, одан кейінгі оның үшінші әрпі сол алиф келген, мына жерде мысалы сіз білмей тұрсыз қалай оқылатынын. Енді оны қайдан білеміз біз, қалай и болып оқылама, у болып оқылама. Бұны біз мынадан білеміз. Сол осы етістіктің үшінші әрпіне қараймыз. Егер үшінші әрпі кәсірәлі немесе фатхалы болса, онда и болып оқылады. Егер даммалы болса, онда у болып оқылады. Егер мына жерде мысалға дамма тұрған кезде, дамма белгісі біз қалай оқитын едік? Ухдуна қылып оқитын едік. Егер фатха тұрса, онда ихдана болып, мынаны и қылып оқи бересіз, бірақ дана деп фатханың өзі оқылатын еді. Енді бұл жерде кәсіра келіп тұрғаннан кейін, бұл жерде де и болып оқылады, және ихдина болып оқылады. Осы мәселені ескеріңіздер. Егер білмей тұрған жағдайда қалай оқылатынын, сол әріптің үшінші әрпіне қарай қоясыз. Үшінші әрпінің фатхасы егер кәсірәлі және даммалы болатын болса, и болып оқылады. Келсеңіздер, фатхалы, кәсірәлі немесе фатхалы болатын болса, и болып оқылады, даммалы болатын болса, у болып оқылады. Ихдина сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Мына жерде біздің жаңа өткен ережелеріміздің бәрі бар мына жерде. Енді мына жерге тоқтала кетейік. Біз ра әрпінің жуан жіңішке оқылуына тоқталған болатынбыз. Бұған қатты мән беріңіздер, өйткені ра әрпі жіңішке оқылатын жерде жіңішке оқылу керек. Енді мына жерде ра әрпінің алдында әрп фатхалы және одан кейін я әрпі сукун болып келетін болса, мәд әрпі сукун болып келетін болса, ра әрпі жіңішке оқылады, және ра әрпі өзі кәсірәл болып келсе. Гайрил, мына жерде жіңішке оқылады, гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Енді мына жерде валаддаллин деген кезде біз естеріңізде болса, мәдді лазым деген тақырыпты өткен болатынбыз. Мәдді лазым дегеніміз айттық, ол мына мәд әрпінен кейін келетін ашық сукун деп. Және де біз сол мәдді лазымды төртке бөлген болатынбыз. Соның ішінде калима мусаққала, ауыр сөз деген бар. Яғни мәд әрпінен кейін шаддалы әріп келетін болса, ол ауыр сөз болады. Бұл жерде енді ашық сукун қайда деген кезде біз алдында түсіндірген болатынбыз. Ләм шаддал, қандай да бір әріп шаддал оқылатын болса, ол жерде екі әріп бар деген сөз. Демек мына жерде екі ләм бар. Яғни оның бірінші ләмі сукунды болып тұр.
Сол себепті бұл мәд лазым болады. Және де оны екі ләмді біз қосып, келесі екінші ләмнің харакатымен екі ләмді қосқандықтан шадда қылып оқып тұрмыз. Сол себепті бұл ауыр сөз деп айтылады. Және де мәдді лазымды алтыға созамыз деп айтқан болатынбыз. Уәлә доллин деп оқимыз. Одан кейін мына жерде бір ескере кететін жай, мынау лә деген ләм мен әлифтің қосындысы. Мына жерде негізі егер мына сөз болмаса, лә деп екіге біз созып мәд жасайтын едік. Бірақ келесі сөзбен қосылған жағдайда, осы ләм, лә сөзі келесі сөзбен қосылған жағдайда не істейді? Онда жаңағы мәд созылмай бірден уәлә доллин деп созбай бірден түсесіздер. Мінекей Фатиха сүресінің бүгінгі талдауы осындай. Енді келесі сабақта сіздермен Бақара сүресін талдаймыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.